Қандай күйеу баланы сен армандайсың өзің? Бұл тақырыпта көп сөйлесеміз қыздарымызбен. Енді бірінші білімді болғаны, сыйлап тұрғаны, жігіттің оны жақсы көріп тұрғаны. Сондай айтып отырамыз. Ол тесттен өте ма? Қалай ол, сен оны қалай сынайсың? Кастинг бола ма? Мен қыздар мені жасырмайды деген ойдамын. Себебі біз жаңа айтып отырмыз ғой. Біз тіпті әдемі өзің достармен қыдырған уақытта мен де бара беремін вечеринкаларына. Бірге қыдырамыз, Дико? Бәрімен араласа береміз. Достармен отырған кезде менен сұрайды керісінше, а твоя мама придет? А папа, зачем моя мама? Нет, она классная, говорит. Ладно, давайте, мам, тебя шақырып жатыр. И через 5 минут сразу мама говорит, Мама просто уже возле двери стояла. И ждала звонка. Мөлдір, мен түсіндім. Сен Крис Дженнер. Қазақша вариант. Крис Дженнердің 50 миллион подписчигі бар екен. Қараңшы қаншама проекттері бар. Skims, Kali Cosmetics, Push, Kardashian, Улу. Қыздар, сендерде ертең бизнес ашқанда қанша пайыз доляны бересіз Мөлдірге? Аямай мен мамадан. Ну, қанша? 50%, 60-70%. Давай конкретно. Менің ойымша біз болашақта үлкен жобалардың бастығы мүмкін бола жатармыз. Сол себепті үлкен жоба болғандықтан үлкен ақша келеді. Сол үшін мен өзімнің ата-анамнан аямаймын. 70% спокойно бере аламын. 70% мама мен папаға, олар бөліп алады. Өзара бөліп алады ғой. Өздері бөліп алады. Жарайды. Айым, сен ше? Ну, я хотела бы обеспечить семью тоже мамалардың и өзімнің. Потому что я смогу. Ну подожди, ты же не можешь все им отдать, потому что ты сама без денег останешься. Нет. Поэтому давай конкретно, қанша пайыз? 50. 50. Да. А Дема 70, сен 50, да? Yeah. А Яру, просто даже боюсь спросить тебя. Нет, я 55 дам маме, остальное мне. Ну, потому что все-таки мне нужны свои деньги. И вы сейчас можете сказать то, что у тебя будет муж, и то, что он будет тебя обеспечивать. Но я должна иметь свои деньги. Мои деньги – это мои деньги, а его деньги – это наши деньги. И чтобы вот мама все-таки нам помогала, ну, до сих пор помогает, и я ей свои деньги тоже ей дам. Так что я не буду стесняться. Күйеуіңдікін бермейсің? Нет, Күйеуіңдікін бермейсің? туысымдікін беремін. Жалпы, Мөлдір, сен пенсияңды уайымдама. Байын деп тұрмын қатты. Да, сен вообще без проект, да, еще ұлдарым бар. Олар біреу министр болады, біреу әкім болады. Үш қызын осындай күшті керемет проекттерді жасайды. Мөлдір, қалай ойлайсың? 21 жаста күйеуге шығуға бола ма? Ерте екен. Енді махаббат деген дүние бар ғой. Ешнәрсеге қарамайсың, жағдайға қарамайсың. Қап-қара деп отырсыз ғой енді. Біз үшін аппақ болып көрінді сол кезде. Я тоже думала, что Тұрсынбек аппақ, но что-то по фото не скажешь, конечно. Сөйтіп 20 жасында тұрмысқа шығыппын. Енді жастарға асықпаңдар деп айтқым келеді. Қазір мысалы әдемі айтса, күйеуге шығамын деп жібересің ба? Мөлдір, мен түсіндім. Сен Крис Дженнер. Қазақша вариант. Крис Дженнердің 50 миллион подписчигі бар екен. Қараңшы қаншама проекттері бар. Skims, Kali Cosmetics, Push, Kardashian, Улу. Қыздар, сендерде ертең бизнес ашқанда қанша пайыз доляны бересіз Мөлдірге? Аямай мен мамадан. Ну, қанша? 50%, 60-70%. Давай конкретно. Менің ойымша біз болашақта үлкен жобалардың бастығы мүмкін бола жатармыз. Сол себепті үлкен жоба болғандықтан үлкен ақша келеді. Сол үшін мен өзімнің ата-анамнан аямаймын. 70% спокойно бере аламын. 70% мама мен папаға, олар бөліп алады. Өзара бөліп алады ғой. Өздері бөліп алады. Жарайды. Айым, сен ше? Ну, я хотела бы обеспечить семью тоже мамалардың и өзімнің.
потому что я смогу. Ну подожди, ты же не можешь все им отдать, потому что ты сама без денег останешься. Нет. Поэтому давай конкретно, қанша пайыз? Елу, 50. да. А Дема 70, сен 50, да? Иә. Мгм. А Яру, просто даже боюсь спросить тебя. Нет, я 55 дам маме, остальное мне. Ну, потому что все-таки мне нужны свои деньги, и вы сейчас можете сказать то, что у тебя будет муж, и то, что он будет тебя обеспечивать, но я должна иметь свои деньги. Мои деньги — это мои деньги, а его деньги — это наши деньги. И чтобы вот мама все-таки нам помогала, ну, до сих пор помогает, и я ей свои деньги тоже ей дам. Так что я не буду стесняться. Күйеуіңдікін бермейсің. А? Күйеуіңдікін Нет, бермейсің. сосын беремін. Жалпы, Мөлдір, сен пенсияңды уайымдама. Байын деп тұрмын Да, қатты. сен вообще бес проект, да, еще ұлдарым бар. Олар біреу министр болады, біреу әкім болады, иә. Үш қызын осындай күшті керемет проекттерді жасайды.